Апта ішінде Ақмола облыстық сотының төрағасы Досжан Әміров Степногорск қаласына арнайы іс-сапарымен келді. Оның аясында ең алдымен қала активін кездесу ұйымдастырылды. Шаһар әкімі Еркебұлан Баяхметовтің төрағалығымен атқарылған кездесу аясында қала мейманы ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың сындарлы қоғамдық диалог Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі жолдау бойынша пікірін ортаға салды. Ал енді тағы айтады, халық үніне құлақ асатын мемлекет керек дейді. Өкінішке орай бүгінгі күні қарапайым халықтың арыз-шағымы өте көп. Жұмыс берушілерге көп. Қазір сіздердің қалаларыңызда көптеген мәселелер болып жатыр. Жұмыс берушілер мен жұмысшылардың арасында артыс-тартыс болып жатыр. Сондықтан халықтың үнін есту деген ол халықты тыңдау керек, халықпен жұмыс жасау керек. Мұң-мұқтажы болса, оның заңның аясында шешу мәселесі бұл. Кездесу барысында Досжан Әміров сот ісін жүргізу мен іс жүргізуде мемлекеттік тілді қолдануды кеңейту, мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілінің мәртебесін арттыру қажеттігі жайында, сондай-ақ сот жүйесіндегі реформалар, алқабилер сотының дамуы, бітімгерлік рәсімдерді, соның ішінде медиацияны қолдану, сот шешімдерін орындау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жайында кеңінен мағлұмат беріп өтті. Сонымен бірге бүгінде өзекті болып отырған отбасылардың ажырасу көрсеткіштерінің жоғары екендігін алға тартты. 2017 жылы Ақмола облысы бойынша тіркелген жанұялардың 50%-ға жуығы ажырасуға өтініш білдірген. 2018 жылы бұл көрсеткіш 52,7%-ді. 2019 жылдың 6 айының қорытындысы бойынша 68,3%-ға жеткен болса керек. Осы ретте баяндамашы балалардың болашағы үшін отбасыларды сақтап қалуға атсалысу қажеттігін атап көрсетті. Әр үш семьяның біреуі бұзылып жатыр. Себеп неде? Осыны білуге тырысуымыз керек, соған жағдай жасауымыз керек. Бұл мәселеде, мысалға, ішкі саясат бар, оқу бөлімдері бар, жаңағы ЗАГСымыз бар, әділет департаменті бар. Осылар барлығымыз бірге жұмыс жасауымыз керек. Бұл мәселені біз қазір қолға алып жатырмыз. Қайтсек семьяны сақтап қаламыз. Енді ешкімді күштеп бір семьяда ұстап қала алмаймыз ғой. Бірақ соттар бүгінгі күні семьялық сот, түнгі сот деген соттар пилотный проектпен жұмыс жасап жатыр. Осы жерде де біз семьяны барынша сақтап қалу мәселесімен жұмыс жасап жатырмыз. Басқосу соңында қатысушылар тарапынан қойылған медиация жөніндегі бірнеше сұрақтарға жауап берілді. Әкімдікте өткен кездесуден соң Досжан Әміров қалалық сот ғимаратында жеке сауалдарымен келген азаматтарды қабылдады. Бұл күні сот төрағасының қабылдауына келген тұрғындардың басымы азаматтық істер бойынша сауалдарын жолдады. Әрбір келушінің мәселесін жекелей қарап, тиісті жауаптарын ұсынды.